Сәлем достар, бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын дәл кафедегідей таңғы асқа сырники жасаудың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Творог бізде міндетті түрде құрғақ болу керек. Осы творогты мен блендердің көмегімен езіп аламын. Блендерлеріңіз болмаса, дайын езілген творог алсаңыздар болады. Мінекей езілді. Енді осы творогке біз шекер, одан соң бір жұмыртқамызды қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды 2 ас қасық қосамыз. Кейде 2 ас қасықтан да көп кетуі мүмкін. 2 немесе 3 ас қасық жеткілікті. Араластырамыз барлығын. Сырникиларымыз дайын. Енді 2 тақтайшамызды аламыз. Біріншісіне осылай ұнымызды сеуіп алып, сырникилардың формасын келтіреміз. Ең алдымен 1 ас қасық сырникиміз толтырып аламыз да, ұнға аунатып аламыз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Одан соң қолдың немесе пышақтың көмегімен формаға келтіреміз дөңгелектеп. Бұдан да қалыңырақ етіп істесеңіздер болады, бірақ мен қатты қалың болғанды ұнатпаймын. Осылай дөңгелектейміз. Сырникиларымыз дайын, немесе осы ұнға ең алдымен осылай қолымызбен дөңгелетіп аламыз да, одан соң пышақтың көмегімен пішінге келтіреміз. Сырникиларымыз дайын. Мінекей формасы өте күшті, әдемі болып шықты. Енді осыны табада 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Ол үшін аздап сұйық май қосып, бетін щеткалап аламыз. Сұйық майды көп қосқанды ұнатпаймын. Азырақ қоссақ жеткілікті. 2 жағын қызартып қуырып болған соң, печкада тағы да пісіретін боламыз. Мінекей формамызға пергамент қағазын төсейміз де 150 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Сырникилар өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Таңғы асқа жеңіл әрі тойымды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.